Түнгі ресторан мейрамханаларда өнер көрсетесіз. О, керемет деп. Адамдар андай ақша жағын заморачиваться етпейді. Қазақстанда балет әртістері көп таппайды. Ақша жетіспеушілік, кәсіпкершілікке кеткім келеді. Балетте сатқындық бар ма? Бесіктен белі шықпай жатқан әртістер келіп, қаншама керемет сольный партиялар билеп жатса, біз қараймыз да енді күшіміз күйеді, оларға не лосины дейді жабыстырып алып, кейін оны вообще тем более жігіттер ұқпайды, не киіп алғансың, колготка киіп алғансың ба деп. Жалпы балет әртістері сол 30-35 жастан кейін не істейді ары қарай? Анау денесі күшті, бірақ балет билеп жүрген не істегенде күреске барса бауырым, анау мынау қашан көздерін ашылады жарайды қойшы деп. Балет жайлы түсіне бермейтін, балет жайлы білмейтін де адамдар бар. Көшеден бір сұраған адамнан балет не екенін білесің ба десең, примерно білемін дейді. Бір жақсы, серьезный бір жұмыспен айналысу керек дегенде ойлар болады. Буындарын ауырады, аяқтар хронический какой-то аурулар болады. И мен уже бір ары кетсе 10 жылым қалған шығар. Қазақстандағы балетке қандай баға берер едіңіз? Мен өмір бойы мен балеттің адамы деп өзімді санамаймын ше, мысалы. Но бірақ біз без монтажа работаем. Имеется в виду, жазған кезде қалай жазамыз, солай жазамыз да. Бірақ арасында, естественно, алатын жерлерін алып тастап, нететін етеміз. Бірақ андай шынайы бойынша жасағымыз келеді. Кейін канал емес қондай. Арасында орысша сөйлейміз, қодыртамыз, боқтап жүрсек те ештеңе етпейді деген. Еркін болу керек та. Өйткені қазір мына көрерменге, когда біз сглаженный, бәрі чуки-пуки қылып берсек, андай, шынайы болып қалады. Вообще менің подкасттардың форматында адамдар даже үй жинап қойып, маған жазады даже. Үй жинап жүріп тыңдайды. То есть сондай болу керек та, даже не визуал больше, аудиал ғой. То есть үй жинап жүреді и тыңдай береді. Сіз айтасыз, о, мен бүйттім, сөйттім, 15 жыл болды. Мен күшті жаңалығым бар, достар, қандай жаңалық? Ұялайын деп жатырмын, да вы что деп ше. Сондай, в общем, сондай формат. Адамдар біз слишком әдемілеп нетіп жүрсек, қазақша сөйлеп бүйтіп. Иә, өтпейді. И андай, ол енді телеканал форматы, ол дұрыс қой енді, иә, медиа болған, дәстүрлі медиа ғой. Біздің енді біз такие social медиа болғаннан кейін. Чтоб ваша аудитория, олар андайға үйреніп қалған ғой, сіздің күшті роликтарыңызға, рилстарыңызға. Ертең олар чтоб нетпейтіндей. Өздерінің көріп жүрген бекзатын көретіндей ше. Бастай берейік па? Бастайық онда, иә. Сіздің уақытыңызды алмайық. Баршаңызға сәлем. Абылайхан Өмірбай YouTube арнасында жаңа сұхбат. Біздің подкастымыздың кезекті кейіпкері, қонағы, танымал балет әртісі, блогер әке Бекзат Орынбаев. Қош келдіңіз. Бәрі жақсы ғой? Иә, керемет. Енді сіз менен жасыңыз үлкен, сондықтан да сізге сіз дей берейін, жарай ма? Жалпы өзіңіз бәрі жақсы ғой? Әрине. Көңіл күйіңіз супер-пупер керемет па? Ұйқы қанбаған болмаса. Иә, мен байқадым, сіз кейінгі кезде ұйқыңыз қанбай жүрген сияқты. 4 сағат ұйқы, 3 сағат ұйқы деп жазасыз. Иә, соңғы күндері біраз ұйқысында жүр. Бай, нормально. Үйренеді екенсің, оған да үйренесің. Эйнштейн 4 сағат ұйықтаушы еді деп айтады ғой. Соны есіне түсіресің. Ол ұйқысыздық, ұйқының қанбауы неден байланысты? Тірлік көп үлгеремей жатсыз ба? Иә, тірлік көп. Екінші жұмыс бар. Екінші жұмыстан қазір кетейін деген ой бар. Көбінесе соған осы соңғы айлар репетиция көп болып кетеді. Ол екінші жұмыста 10-нан 12-ге дейін ана бірінші жұмысыма кедергі болмасын деп түнгі 10-да репетиция бастаймыз, 12-де бітеміз. Тағы 1-ге дейін, 2-ге дейін ұста қалуы мүмкін. Оңген келесің, үйге кеп демалып отырғың келеді, біраз телефон чұқылап, анау өзіңді қалпына келтіріп аласың да, соң кейін барып жатам дегенше бір 3 болады. Таңертең 6-та ұлым тұрады. Ұлым ол дұрыс ұйықтамайды, 7:30-да тұрып алады, оң кейін уже тұру керек болады. Тамағын беру, анау тірлік. Жетеді, оң кейін тоқтамайсың. Одан кейін қызға да көңіл бөлу керек. Иә, қызға обязательно болды. Тұңғыш қой енді, қалай деген. Жақсы, түсінікті Бекзат. Енді жалпы қазір енді оған сәл кейінірек тоқталамыз. Менің бірінші сұрайын дегенім, біз әуелі мына көрерменге, біздің подкастымыздың тұрақты көрермендеріне түсінікті болу үшін, жалпы сіз жайлы оқырмандарға, көрермендерге ақпаратты дұрыс беру үшін, әуелі сіздің жалпы балет әртісі екеніңізді жаңа айттық қой басында. Бірақ балетке қалай келгеніңіз жайлы бір қысқаша тоқталып өтсек. Мен білуімше, сіз 9 жасыңызда осы көршілердің айтуымен балетке келген екенсіз. Сол жайлы қызық болып тұрмаған. Иә, ол семейде болдым, оқып жүрген кезім, кішкентаймын, көршілер сол
балет мектебінде уже Алматы хореография училищесінде оқып жүрген, мені көретін, шпагатым бар, каратеға барамын, мына гибкость, физический данные келеді ғой деп мен әке-шеме айтады. Әке-шем сұрайды, балетте оқығың келе ме? Алматыда оқу, Алматы деп. Керемет. Әрине, иә, оқығым келеді, бірақ балет не екенін даже білмеймін. О, көзіме елес бойынша жаңағы телевизордан көрген цирковой артисттерді бүйтіп екі кольцомен жұмыс істесе, сондай бір нәрсе ғой деп, о, күшті ғой деп. Сондай деген ой болды. Әкеммен бірге бардық. Сол 4-ші класс бітірген жазы 3 турдан өтем, жақсы, бәрі нормально, все аламыз дейді. Сонда интернатына жатып оқысын дейді. Не все, сентябрь кезіне тақаған кезде, августың соңында әкем заселять етіп интернатта қалып, 9 жасымнан бастап сол училищеге түсем, оқуын бастаймын интернатында тұрып. Сол кезден басталды мен балетке деген. Уже сонда келіп, балет не екенін біліп, қалай, неге ұнай бастады. 7-ші классқа дейін уже жақсы результаттар көрсетіп, 7-ші классында сол балет бойынша 3-ші жыл оқып жатқан кезім, конкурсқа қатысып, 1-ші орын алам. О деп, соң кейін ой болады уже, сабақ жағы нашар еді менде. И балеттен жақсы нелер көрсеткеннен кейін, результат көрсеткеннен кейін ойлайсың, мынау дұрыс болады, ары қарай шабытым одан сайын ашылады, иә, дамыту керек. Сабақ и так болмады ғой, осымен жақсы не істей бастаймын. И сөйтіп 8 жыл оқып шығамын ғой. Сіз сонда оқып жүрген кезде бір кейде ойлар болды ма? Мысалы, ұнамай қалған, керісінше тым шаршаған сияқтымын, тым балетке ерте келіп қойған сияқтымын деген секілді. Жоқ, ондай болған жоқ. Керісінше. Иә, керісінше наоборот бастап, сонда күшті өзімді орнында екенін сезіндім. Негізсеңіз жақсы результаттар көрсетіп, өзім андай бізде бар класстың лидері дегенде, мысалы класстың жақсы бишілері дегенде, сондай мысалы 10-15 адам бағасында 3-4 сондай болса, мен соның арасында едім. И сондықтан өзімді жақсы сезінесің да, жақсы сезінген адамға неге ондай ойлар басына келеді дегенде ғой. Сондықтан өзімді орындағандай сезіндім. Ал өсе келе, әрине қазір ондай ойлар бар, қазір ондай ойлар келіп тұрады, ойланасың, бітіргеннен кейін де уже андай-мындай қыр-сырын білесің, что балет ол қалай айтса болады, жаңағы жас мамандық қой. Сен 30-35-ке дейін бір секіресің, онан кейін не істейсің ары қарай, сенде отбасыңды не істеу керек, көтеру керек, асырау керек, оған бір жақсы, серьезный бір жұмыспен айналысу керек дегенде ойлар болады. Сондықтан уже жұмыс, мектеп бітіргеннен кейін, ересек өмірге келгеннен кейін сондай ойлар уже келе бастады сол кезде. Оған дейін мазалаған. Енді қараңызшы, өзіңіз айтып отырсыз, 30-35-ке дейін секіре аласың, жаттығулар жасай аласың, репетицияға да баруға, гастрольге баруға да мүмкіндік бар. Одан кейін енді жағдайға байланысты көреміз деп. Жалпы балет әртістері сол 30-35 жастан кейін не істейді ары қарай? Сабақ бере ме? Иә, сабақ береді көбінесе. Сол мысалы мен өзім параллельно оқып алдым, жаңағы біздің академия хореографияда режиссер хореограф мамандығына. Кейбіреулері балет қойылымдарын қояды, студияларда сабақ береді. Қазір бізге осы 3-4 жыл болды, қайтып пенсияны қайтарды. Бір кездер 60-та еді, пенсия тоже 63-ден шығады деп. Қазір андай басқа бір форматпен пенсия қойылды. Ол 20 жыл стажын болса, егер театрда 20 жыл официально жұмыс жасаған болсан, сен пенсияға шыға аласың, жаңағы өз айлығынан где-то 60%-ін ба алып отырасың, сондай пенсияға шығасың деген мүмкіндіктер. Сіздің балетке келгеніңізге қанша жыл болды, кәсіби балетке? 2005-те келдім мен. Жаңағы 8 жыл оқуым бар, и жаңағы 2013-тен бері биыл уже 13-ші жыл болды. 13-ші жыл. Яғни сіздің 7 жылыңыз қалды. Иә. Сонда 7 жылдан кейін Бекзат кәдімгі зейнетке шығуы мүмкін ба? Иә, зейнетке шығып, уже пенсионер болып санағым ғой. Өзіңіз бірақ дайын емес сияқтысыз оған. Көреміз соны. Уақыт көрсетеді дейсіз ғой. Уақыт көрсетеді тоже. Иә. Негізінде балет жайлы айтып отырмыз ғой. Жалпы балет өнеріне қатысты біраз пікір бар халық арасында. Жаңа өзіңіз айттыңыз, ол жас мамандық деп. Жастықты талап ететін, иә.
шыныққан денені талап ететін жалпы бекзат өнер ғой. Бірақ күні бүгінге дейін сол балет жайлы түсінігі қалыптаспаған, балет жайлы түсіне бермейтін, балет жайлы білмейтін де адамдар бар. Оның тіпті ер адамдарға қатысқанша деген сияқты, иә. Оны қайдан білеміз десек, оны мен сіздің оқырмандарыңыздың жазған теріс, негативті пікірлерінен байқаймын, иә. Не сұмдық деген сияқты пікірлер айтылып жатады. Соған жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Білмеймін, қабылдағам уже қаншама жыл болып жүргеніме, балетте ол кішкентай кезден басталады ғой. Уже мысалы каникулға барған сайын сен мынау балетте оқиды деп уже семейге каникулға, семейдегі мен районовский балалардың бәрі түсіне бермейді оны. Сол кезден барып сенде иммунитет қабылдайды, қалыптаса бастайды. Ондайға негатив мынау түсінбейтін бәрібір болады уже. Қазір келеді, тоже мен стрим жүргіземін, мысалы ютубта, тиктокта қосып қоям, неше түр комментарий жазады. Оның бәрі сондай түсініп атқандары да бар, 50-50 неше түр комментарий жазады. Қараңғы халқым дейсің ғой, қашан көздерін ашылады, жарайды қойшы деп. Анда сонда қатты қабылдап қойып, қатты сөйлеген келеді, оларға да қой дейсің. Түсінбейтін адам түсінбейді оны. Кейде сол шашатып жүре ма сондай жаман пікірлер? Иә, ойлайсың, жарайды. Көңіліңізге қатты тиген бір пікір болды ма? Болды ғой. Бекзат, сен деп кәдімгідей сіздің атыңызды атап сөйтіп жазған, немесе не істеп жүрсің деген сияқты бір жаныңызға бататын сөз жазған комментаторлар болды ма? Особо жоқ, болған жоқ. Андай бүйтіп есте қалатындай. Қазір қатты есіме де түсіре алмаймын ондай. Жазады. Болды. Иә, ұмытылады. Енді сол хейтерларға қатысты не айтасыз енді? Дамыңыздар. Бұл да біреудің наны ғой енді. Осымен, мысалы, мен осымен нанымды көріп отырмын, өзім қаншама. Білмеймін, бұл адамдар просто. Отбасыңызды асырап отырсыз? Иә, отбасымды асырап отырмын. Бұл маған қаншама мүмкіндіктер берді. Неше түр комментарий жазады, боксқа барса, анау физический данныйымды көреді, дене біз облегающий көбінесе киім киеміз ғой. Анау денесі күшті, бірақ балет билеп жүрген не істегенде күреске барса, бауырым, анау. Онда барып атқандар жетеді, онда тоже өздерінің палуандары бар ше. Балетті кім дамытады дейсіз ғой? Иә, адамдар мынандай да бір нәрсе көрген былайынан шорамен бүйтіп айтады ғой. Сондай бір көзқараспен ғана. Білмеймін, нормально ондай негативщиктарға, ондай комментарий, хейтерлар, бәрі нормально. Наоборот, соның арқасында, может, мен просмотрларымды өсіп атқан шығар адамдар, таң қалады. Жаңа енді өзіңіз айттыңыз ғой, балет бұл менің наным, балеттің арқасында отбасымды асырап отырмын деп. Бірақ балет сізге тағы да бір мүмкіндік берді. Ол Қазақстанның атын шығарып, шетелдік гастрольдерге бару. Сіз біраз елде өнер көрсеттіңіз. Сол турасында айтып өту керек шығар. Иә, мысалы Астана опера театрымен біз көптеген уже елдерде гастроль қойдық. Жаңағы Италия еліне қазір бірінші 2013 пен 2018 аралықтарында жиі болатын гастрольдер. Қазір кішкене азайып қалды. Бізге не гастроль деген өте керемет нәрсе, жаңағы адамда өзі вдохновение алады, шетел көреді, кішкене ақша береді, суточный, жаңа мотивация, сен күнде бір рутинада театрда жүре берсең шаршайсың ше. Анда шығып бәріміз неше түрлі қала көреміз, басқа мемлекеттің культура, анау сен одан сайын шабытың ашылады. Полезный, жылына негізі кем дегенде 4-5 гастроль болатса, сондай бір аптадан сондай болатса жақсы болушы еді. Но осы соңғы жылдары азайып қалды. Оның өзінде де шүкіршілік етеміз. Алдында Дубайға бардық, осы жақында Оманға барып келдік. Керемет. Көрдім, күшті екен. Елдің бәрі аяқта суықта тоңып жүргенде, сіз ол жақта теңіздің жағасында демалып қайттық қой. Ол менің ойымша сіздер секілді өнер адамдарына үлкен бір жігер беретін сияқты. Жаңа өзіңіз айтқандай шетелдегі әріптестермен танысу, ол жақтың сахнасын көру, ол да бір күшті ғой негізінде. Қазақстанның атынан, Астана операның атынан сіздер өнер көрсетесіздер. Меніңше ол күшті. Алдында ғана есіме түсіріп отырсыз.
шетелдің Ресейдің Большой театрында биледік. Мысалы жаңағы Ғұмар Сұлтанбек деген біздің жас хореограф бар ғой, соның рух деген қойылымы бар, өте керемет қойылған. Жаңағы 15 балаға жігерлі такой қазақтың жақсы батырларын биі сияқты болып есептеледі. Сол бимен Большой театрда биледік. Большой театр ол негізі кез келген артисттің арманы ше, сол сахнада ол неге десеңіз жаңағы тарихи сахна ше, тарихи театр, Большой театр деген Ресейдің үлкен театры ғой. Сол сахнада біз жаңағы Сұлтанбектің қойылымын билеп, ол мен үшін өте такой үлкен бақыт болды, үлкен жетістіктеріне абырой. Ойлайсың, о керемет деп, андай мотивация алып барып, сондай еще керемет балет әртістерін көрдік. Жаңағы кішкентай кезімізден қарап жүрген Иван Васильев деген балет әртісін көріп, сонымен суретке түсіп, не істеп, залдарын көріп, қалай олар қаншама жылдан бері біз енді номер одиндарды естисің, кішкентай кезінен соған ұмтыласың, соны көріп, не істеген білген кезін, о керемет нәрсе. Соларды көріп, барып, сахнасында билеп қайттық. Ұнады? Ұнады. Енді өзіңіз жаңа айтып отырсыз ғой Ресей туралы. Сіздің Астана операға келген жылдарыңызды еске алайықшы. 2013 жылы сіз театрға келдіңіз. Оқуды аяқтап, арман қуып Астанаға келдіңіз. Сіздің де ол жақта Алматыда жинаған біраз тәжірибеңіз болды, біліміңіз бар дегендей. Бірақ сол алғашқы келген жылдары бірден сіңісіп кету оңай болды ма ұжымға? Жоқ, әрине. Бірінші жылдары сен келесің, жассың. Тем более мен училищеде көптеген сольный рөлдер биледім. Маған уже андай ярлык ілін қойды да, сен бітіресің, солист боласың дегенде, мен де өзім сондай үмітпен болдым. Келем, театрға орналасам, бірден сольный партияларды жаттаймын. Бізде балет артистерінде сол оқыған кезде номер 1 болу, типа сольный билер билеу, мысалы Ромео и Джульеттада Ромео болу, Лебединое озерода Принстон, сондай партиялармен сен 8 жыл бойы оқып, армандап, аңсап келесің. Сен оқып жүрген кезінде уже түсінесің да, мен жақсы артист болып бара жатырмын. Неге сен маған лучший выпускник деген берді, там лауреатстволар алдым. Неге уже мен сондай ой болды да, келем, солист болам дегенде. Келесің, бірақ мына жақта басқандай жағдай. Шындық басқа. Сен келесің, саған бірден бермейді. Өзінің қаншама артистері бар, который ведущий, сенен үлкен, олар өздері билеп жүрген партиялар бар. Саған руководство сразу қанша уақытта жақсы болсаң да, сен жассың. Олардың көзімен көрінеді, бірақ сен ойлайсың, сен оны байқамайсың. Сен неге сен енді ғана келдің, бұл жұмыс барысына, театрға осының бәрін көріп, сен неопытный екенді байқамайсың, неге бермейді деп жынданасың. Сондай болды бірінші келген жылдары. Екінші сольный репетицияларға жазады, бірақ шығармайды сахнаға. Содан кейін сен неге мені бағаламайды мына театрда деген ойлар кетеді. Сондай ойлармен мен 2 жыл жұмыс жасап, күнде ұмтылып, мотивация тоқтамайсың. Мен балалармен бірінші келген жылы общежитияда тұрдық, содан кейін квартира снимать еттік, бір бөлмелі квартирада 7 бала болып тұрып, неше түрін көріп, сондай кезде соған қарамастан мен үйге жаяу баратын, дыхалканы не істеп, күнде қалып занимация ететін, вариация өту, өзіңді дамыту, ол балетте өзіңді жақсы өсіресің да. Сондай 2 жыл ұмтылыспен қатты битіп жүгірдім ше, қашан маған береді мен. И өзімді прям дайындадым, көп занимация еттім, балетпен не істеп, жаттығып. И бермеген соң көңілім қалып, дос баламмен всегда неге бермейді, анау, ол да сөйтіп екеуміз бір ойға келдік, давай кетейік басқа театрға, басқа труппаға көрейік. И сөйтіп 2 жылдан кейін мен 2014 жылдарыма увольняция етіп, отпуск кезінде труппаға, Ресейдің труппасына орналасып, біз дос балам екеуміз сонда жұмыс бастадық. Бірінші барғанда 4 ай гастроль жасадық. Балетный труппалар 1 ай, 2 ай. Бірінші Мәскеуде балеттер жатталады, бір 3-4 балетті жаттап, соларды дайындап,
сосын гастрольге шығады. И гастроль кезінде сен күнде әртүрлі қалада күнде спектакль қойып отырасың. Бүгін Томск болды, ертең Красноярск, анау мынау. Сөйтіп біз енді бұйырған труппаға түсіп қалдық. Сол жылы именно қиын болып қалды ма, біз андай ойлағанбыз, Англия, Италия, там Германия деген бәрі көбінесе жақсы сондай жерлерге баратын. Біз болсақ енді пока бізде по России гастроль деп айтты. Жарайды деп сол Ресейдің қалаларын көріп, где-то 9 айдай общий алғанда бір жұмыс жасадым. Онда бірақ енді условия жоқ біздің театрдағындай. Кез келген жеріне, мысалы Дом культураға келдің ба, сенде таңертең сабақ, бізде күнде жаттығу сабағы бар ғой, классика дейді. 10-нан 11-15-ке дейін. Сол сабақты сен анда қалған жерінен ұстайсың да, орындықтан ұстап тұрып заниматься ете бересің. Условиялары нашар енді. Мен қорықтым, формадан шығып кетем ғой. Условиялары нашар, короче, ұнамайды маған. Қайтып ораламын деп досыма айтам. Ол жарайды, мен ары қарай может. Ары қарай труппаларда болмай тұрды гастрольдер. Ол өзінің Бишкектегі театрына қайтып сонда жұмысқа тұрды. Ал мен театрымызға келдім. Әзірше орын жоқ деді. Біраз күте тұр. Мен қайтып мұнда жүгіріп, шапқылап, басқа жұмыстар іздей тұрдым. Сол кезде соң Спартак қойылымы болып атқан кезде адам ұлдар көбінесе билейді. Спартакта көп бүкіл труппаның ұлдары билейді. Сол кезде бастық звондады, давай қайда документтерін жина, кел қайтып аламыз деп. Сөйтіп қайтып өз театрыма кіріп алдым. Отпусқа дейін бір 3 ай бұрын, май айында ма кіріп алдым да. Қайтып ары қарай осы театрда жұмыс жасайын деп. Содан бері келіп жүрмін. Сіз енді Ресейдің былайша айтқан кезде сәл де осы мектебін көрдіңіз ғой енді. 9 ай жұмыс істедіңіз ғой, ол да аз уақыт емес қой. Енді салыстырмалы түрде қарағанда жаңа условиялардан бөлек тағы да бір айырмашылықтар бар ма екен? Мүмкін біздің операның біздегі жасалған жағдайларын балет артистерін жақсы шығар. Керісінше. Біз енді көбіне салыстырып жақсы көреміз ғой. Ол жақта қалай екен, ол жақта мүмкін жақсы шығар деп сөйтіп ойлаймыз ғой негізінде көбіне. Мен енді жаңағы оқу орнын көрген жоқпын. Мысалы көбінесе айтқан кезде өйтіп оқу орындары жақсы дейді да. Жаңағы Ваганово деген училище, Питердағы сол училищені, Московский тоже училище, солардың нелерін тоже бағалайды да, и жақсы болып саналады. Мен оларды особо көрген жоқпын да. Мен жай ғана труппада жұмыс жасадым. Сол кезде коллегаларымның примерный мүмкіндіктерін көрдім. Олар енді сол жақтан, кейбіреулер там ол оқымаған, жаңағы именно Вагановода либо Московскийда оқымаған әртістер де болды арамызда. Болған да әртістер андай қатты айырмашылық көрген жоқпын. Айтарлықтай біздің келіп, мен о жақта да сольный партиялар биледім. Айтарлықтай олар мықты деп айта алмаушы едім енді. Енді олардың оқулары әрине саналады, но о жағын мен енді білмеймін. Бірақ бәрі жақсы деп айтады. Ваганово, жаңағы Питердағы оқуларда. Оқытушылыққа шақырса, мүмкін алдағы уақытта Ресейге болсын, біздің оқу орындарға болсын, негізі барар ма едіңіз өзіңіз? Кейін сол неңіз аяқталғаннан кейін мансабыңыз. Жұмыс істеуге ма, сонда сабақ беруге деген ма? Біздің оқу орындары болсын, шетелдің оқу орындары. Болады негізі. Болады. Өзіңіз былай іштей бір бірақ ондай особо не жоқ. Ниет жоқ. Сізге сахнада өнер көрсеткен көбірек ұнайды? Қазір да больше соны ұнайды. Кәсіпкершілікке кеткім келеді негізі. Ой, вообще балеттен. Соған тоқталайықшы. Енді сіз мен байқаймын, қазір енді 2 балаңыз бар, жұбайыңыз бар, отағасыз былайша айтқан кезде. Одан бөлек енді балет әртісі ретінде жұмыс істеуден бөлек сіз түнгі ресторан мейрамханаларда өнер көрсетесіз. Ол енді бір мұқтаждық па? Ақша жетіспеушілік пе, жоқ әлде өзіңізді сол жақта бір сынап көрудің амалы ма? Шын айтайық. Ақша жетіспеушілік и бір жағынан тоже ол опыт қой. Онда мысалы балет билемейсің сен, онда более современный билер неше түрлі, ол тоже өзіне опыт, не? И әрине ақша үшін жұмыс жасайсың. Неге сен саған 1 айлық, білмеймін, қазір кез келген адамды ал, Қазақстандағы 1 айлық жетіспейді. Көбінесе бәрі 2, 3, 4 жұмыста жұмыс жасайды. Сондықтан мен де 2 баланың әкесі болған соң
соларды асырауды ойлап жақсы жұмыстар іздейсің. Біздің театрмен негізі біздің театрдың жұмыс кестесімен жұмыс табу қиын. Мысалы сабақ беретін болсаң да бізде расписание жұмыс кестесін кешкі 9-да жібереді, там 8-де жұмыс біткен кезінде жібереді. Сен ертеңгі күнді кешке ғана білесің да. Тұрақсыз ше жұмыс кестесі. Сондықтан сен басқа жұмыстарға дұрыс не істей алмайсың. Ал жаңағы ең оптимальный вариант болып тұрғаннан кейін сол ресторанға кірдім. Оның алдында да бір ресторанда істегенмін, ол жабылып қалды. Қазір басқа ресторанға кіріп, тоже онда шоу-программа, өзің түнгі келесің, онда жиналыс, 11:30-да выход, екінші выход 1-ден 10 кеткенде 2 шоу-программа қоясың, 2 акт сияқты 2 бөлімнен тұрады. Соны билеп 15-20 минуттан үйіне қайтасың где-то 2-де. Сол ақша жетіспеушіліктен негізі кірдім десек болады. Иә. Ал одан бөлек сіз подгузники сатасыз. Сатқам, қазір қойдым оны. Неге Осы қойдыңыз? сентябрь айынан. Негізі әйелім жұмысқа шықты, оның алдында әйелім декретте отырғаннан кейін давай бастайық, көрейік осы істі деп. Әйелімді қолдап, давай көрсек көрейік деп. Сөйтіп алып жүрдік, негізі жақсы. Маржинальності кішкене аз, жүгіру керек нормально. Мен жұмыстарым көп, и так, разрываться ете бастадық. Мынандай анда-мында уақыт жетпей қалды кішкене. Тем более әйелім жұмысқа шығам деді. Мен қазір клиенттермен тоже бәрін заказдар қабылдап отыра бере алмаймын. Кішкене тоқтатайық, қазірше жетеді. Көрдік, зато сондай опыт болды. Жүргектер сатып көрдік екен. Енді сіз жаңа жұбайыңыз жайлы айтып кеттіңіз. Жұбайыңызбен мен білуімше сіз сол училищеде оқып жүрген кезде таныстыңыз. Академияда жаңағы мен высший оқыдым дедім ғой, сол режиссер хореографқа. Сол кезде 2016-да бірге түсеміз. Бірінші курс болып, ол педагог хореограф, мен режиссер хореограф мамандығына факультеттеріне түсеміз. Сол кезде жақынырақ танысып, ол кезде оның алдында училищеде ол менен 4 курстомен оқып жүретін. Мен оны көріп байқайтын. Ол мені особо танымайтын дейді. Қазір есіне түсіретін болса, есімде жоқсың анау дегенде айтады. Ал жақынырақ уже сол академия хореографияда бакалавр кезінде оқып жүрген кезде жақынырақ танысып, 4 жыл кездесіп, одан кейін үйленіп, қазір вот 2 баламыз сөйтіп тәрбиелеп отырсыз. Құрып отырмыз. Дария мен Зейіннің негізінде енді бірге салатын видеоларыңызды көп көреміз ғой. Сіз енді жұбайыңыз екеуіңіз сол балаларыңыздың сіздердің жолды қуғанды қалайсыздар ма? Балет әртісі болуды, мысалы балаларыңыз балет әртісі боламыз десе қалай қабылдар едіңіздер? Өйткені олар қазірден бастап сіздермен бірге жаттығу залына барып жүреді, сіздердің әріптестеріңіз оны жақсы көреді. Дарияны болсын, Зейінді болсын. Негізі өздеріңіз қалайсыздар ма? Мысалы ертең болашақта Зейін немесе Дария балет әртісі боламыз, біздіге де осы сахнада өнер көрсеткіміз келеді десе, не айтар едіңіз? Өздерінің қалаулары деп не істеймін бірінші орында. Өздері қалайды, соған не істеймін. Былайынан қарағанда Дарияның физический данныйлары келіп тұр уже жақсы. Кішкентай кезінен аяғын көтереді, гибкость деген бәрі көрінеді, соның бәрі видеолар адамдар таңғалып не істейді. Природные данные бар. А так болашақта әрине өздерін сұраймыз. Өздері қалаулар болса түсіруге тырысамыз, дайындап не істеп. Былайынан қатты балет оқыса ғой, мынандай солист болса ғой дегенде арман жоқ. Вообще өз бөлек қаншама мамандық бар балеттен бөлек. Соны қоса дейсіз. Енді мен білуімше сіздің бір жақсы жаңалығыңыз бар екен. Соны айта кетсеңіз, өзіңіз өз аузыңыздан шықсын. Ол жаңағы айтқандай жақсы жаңалық 4-5 күн бұрын белгілі болды. Маған жұмыстан пәтер берейін деп жатыр. Жаңағы ЖК Республика дегеннен алдында әйелімізбен алдың күні барып, түнде сол күн кілтін алып коллегамнан көріп қайттық, баламызбен шағамызбен. Мұнда бізде көп туысқан жоқ қой, балаларды қалдырып кете салмаймыз ше. Бізбен түнгі 9 болса да, 9-дан кейін репетиция біткеннен кейін бәріміз жиналып сонда бардық та. Келдік, черновой вариант квартираны көріп, мәзбіз енді.
өте қуаныштымыз. Иә, жұмысқа да жақын ол жақтан. Мына қазіргі тұрып жатқан жерімізден бір жарты сағат 40 минут баратын болсақ, ол жақтан 15-20 минутта жетуге болады. Өте үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Ол қуанышты жаңалық. Әрине. Иә, театр осындай нелер жасайтынына өте ризамын. Қаншама әртістер бар, олардың бәрін осындай хотя бы пәтермен обеспечивать етіп отырады. Іші жанға сырты малға толсын дейміз енді. Қуаныштымын өте сіздер үшін. Әрине басшылығыңызға да үлкен рахмет. Осыны елеп ескеріп, сіздің еңбегіңізді, сіздің осы мансап жолыңызды елеп ескерген үшін. Негізінде Бекзат енді жаңағы айтып отырсыз ғой, 2 жерде 3 жерде жұмыс істеуге тура келеді деп. Сонда түсінгенім бойынша негізінде Қазақстанда балет әртістері көп таппайды. Егер жасырын болмасақ, айлықтары қанша негізінде? Айлықтары 350 мен 450 арасында. Қолға алатын, иә? Иә, қолға алатын сумма. Мен мысалы театрдан алатыным 400-ге жетпейді. Қолыма түсетін сумма 350 мен 400 аралығында. Ал солисттер, ведущий солисттер олар где-то 450-550 мың аралығында алады. Сіз ведущий солисттікке қашан өтесіз енді? Ол әзірше белгісіз, уже даже өтпеймін деген де ой бар. Неге десеңіз, ол байқалады да. Қазір мен андай особо сольный нелер билеп жүрген жоқпын. Ну, двойка, тройка билеймін где-то, но өзін ересек болғаннан кейін, осы мамандықта қанша жыл жүргеннен кейін қаншама әртістер қазір келіп жатыр жаңадан, жас, қаншама потенциалы үлкен. Сол әртістерге беріп жатыр. Біздің қазіргін руководитель Алтынай Абдрахимовнаның көз қарасы бойынша, ну, мен түсінген бойынша көбінесе айтады, ол жастарды қолдау, жас театр, жас труппа жасағым келеді дегендей өзінің мақсаты бар. Бір жағынан әділетсіз сияқты. Әрине, иә. Әділетсіз сияқты болып көрінеді. Неге десеңіз, біз сияқты әртістер қаншама жылдан бері келе жатқан, олар кардебалетте қалады, там өзінен енді бесіктен белі шықпай жатқан әртістер келіп, қаншама керемет сольный партиялар билеп жатса, біз қараймыз да енді күшіміз күйетше, оларға не олар билейді, біз мысалы қаншама жыл. Бұл жерде енді ештеме дей алмаймын енді. Қойшы деймін, жарайды, жастар билесін. Жастар болғанда енді сіз де жассыз ғой. Иә. Сіздің анау айтып баратқандай бір жасыңыз үлкен, бір ересек адам емессіз ғой енді, сонша бір үлкен жастағы. Әлде мен балеттің тілінде ол басқаша ма әлде? Жоқ. Ол бастықтың қалауы қалай, солай жарайды. Бастықтың қалауы болғанда, онда мүмкін айтып көру керек шығар ол кісіге. Әлде айттыңыздар ма? Жоқ, айтқан жағдай болған жоқ ау деймін. Не ол енді әлде сіздің ойыңызша айтқызбай-ақ ол кісі өзі қою керек пе? Мүмкін, может, ол моментті не істеген келмейді, қатты копаться еткім келмейді, жарайды деп. Иә, может, просто өз-өзіне сенімді болсан, мен мысалы қаншама билеп, не істеп, либо бермейді ғой маған, сольный партиялар бермеген кезде күнәні өзімнен көруге тырысам да, значит, мен соншалықты билемеймін, мені қоятындай ше, маған ары қарай жақсылап жұмыс жасау керек, өзімді дамыту керек, сонда может мүмкін беру мүмкін дегендей. Но кей кезде байқайсың сен, кейбір әртістер қаншама опыты бар, не оларға бермейді, бірақ жаңағы жастарға особо опыты болмаса да, икемі келмесе де соларға береді. Оларды мысалы жаңағы Алтынай Абдрахимовна қазір білмеймін, енді академияның ректоры болып саналады ғой. Сонда уже биыл выпускаться ететін студенттермен жұмыс жасайды. Соларға үміт береді деп ойлаймын ше. Сендер оларға со жақта уже концерттер болады ғой, академияның өзінің жаңағы оқушылары арасында. Сонда сольный билеп жүргендерге уже үміт береді деп ойлаймын. Біздің театрға келген кезде бір нәрсе билейді ғой дегенде. Олар бітіреді, біздің театрға келеді. Алтынай Абдрахимовна мына жақта да қолбасшы. Әрине олардың ар жақта уже билеп жүргендерін біледі, и оларды алады да осындағы тоже сольный двойка, тройка партияларына тығады. Ол меніңше дұрыс сияқты, енді жастарды қолдау керек, жастарға мүмкіндік беру керек. Енді әрине өсіп келе жатқан
жас таланттарды әрқашанда қолпаштаса, негізінде мемлекет тарапынан болсын, театр тарапынан болсын, оқу орнының тарапынан болсын, ол жақсы. Бірақ меніңше тепе теңдікте сақтау білу керек секілді, баланс. Иә, әрине. Мен айтатын болсам, мысалы келген әрбір келген жас артистке 1-2 жыл кем дегенде кардебалетте тұру керек ше. Сен кардебалетте тұратын болсаң, сен мысалы басқа коллегалар арасында даже андай уважение заслуживаешь дейді ғой. Мысалы келіп сразу сольный партиялар билеп солист болып кетсең особо бағаланбайды да. А егер сен бүкіл кардебалеттің қаншама балетін көріп, әрбір тесігінде тұрып 1 жыл 2 жыл қалап, сол кезде даже отсеивание болады да. Мысалы келді ма, мысалы артист шыдамады ма кардебалетте 1-2 жыл, оған уже ол кетеді басқа театрға, не істейді өзі біледі да. Ал қалғандары шыдап қалады, сен зато білесің де, мыналар қалды шыдады, енді осыларға сольный партиялар беріп көруге болады, давай енді берек дегенде хотя бы 2 жыл істеді ғой, ақырындап 2-3 партияларын бересің. Оларға дейін сенің қаншама бұрыннан келе жатқан ветеран артистерің бар, соларға пожалуйста берсем болады ше. Сольный там олардың типа стажын дегенде қолдап беріп, олар біз мысалы мен өзім 12 жыл болды, маған сондай партиялар берсе мен қуаныш едім. Қазір мен билеп, зато мен білмеймін ертең 5 жылдан кейін ба 10 жылдан кейін біраз қалды ше маған тоже. Уже жасым 31-ге толады осы айдың соңында мысалы. Уже қазір байқаймын да, кейбір заттар қиындау, форма, разогреваться ету, қызу репетицияға, кейбір заттар физически енді қиын бола бастайды. 30-дан кейін уже буындарын ауырады, аяқтар, хронический какой-то аурулар болады. И мен уже бір ары кетсе 10 жылым қалған шығар, 10-15 жылым. И мен кетем да, ал жаңа келген жастардың әлі менің деңгейіме жету үшін 12 жылдары бар да. 12 жылда олар былай үлгереді да, қаншама сольный партия билеп, қаншама гастрольге де, мысалы алдында бір жағдай болды, гастрольге 2 биыл келген қызды гастрольге алады. И труппа арасында да мен өсек анамно естисің да, возмущение, не соларды алды, қаншама жүрген біздің 10 жыл істеп жүрген қыздарды алмады деп, хотя олар білет осыны билеген деп. И сондай моменттерде артистерге кішкене обидно да, білмеймін ол моменттерді олар айта ма айтпай ма, но маған өзіме ондай прям конкретный момент тиген жоқ, но кейбір артистерге солай тиіп жатыр да, несі жастарды алып. Ал былай қарасаң, ол жастар әлі қаншама жылдары бар алдыда, қаншама гастроль болады, әлі барып үлгереді да, шетел көріп үлгереді. Ал біз болсақ, мысалы, бір 10 жылымыз ғана қалды, уже біз жартысын өтіп тастадық дегенде. Біз қазір бар кезімізде бағалап, бізге беріп, билетіп, баратын гастрольдеріне апаруға тырысып отырса, о ғанибет болушы еді ше. Осын біз де бағалап, қуана жұмыс жасаушы едік. Ал қазір енді көбісі менің жасымдағы артистер амал жоқтан жай уже қазір нан көріп отыр, андай шабыты да жоқ особо, жай кардебалетте келген жұмысын жасайды, жұмысын істейді де жиналып өзі кетеді, андай шабыт жоқ особо, істеймін деген ұмтылыс жоқ, потому что біледі да, что ертең жастарды қояды, олар шығады, не істейді дегендей. Сізге басқа балет театрларынан ұсыныстар келді ма? Жоқ, ондай особо келген жоқ. Жоқ, келген жоқ. Негізінде енді сізден айтып отырсыз ғой, мен өзім енді шамалап болсын қазіргі балет жағдайын түсініп отырмын. Негізінде сіз енді балет әртісі ретінде қазіргі балетке, Қазақстандағы балетке қандай баға берер едіңіз? Қай деңгейдеміз? Балет деңгейі біздікі өте мықты деп ойлаймын. Ну, егер 10 балл бойынша алатын болсақ, 8-ге біз жетіп тұрмыз деп ойлаймын. Біздің театр өте мықты, қойылымдар, әртістерде қаншама мықты билер билейміз. Бізде декорация жағы қиын болғандықтан театрда спектакль аз. Охота көбірек болса, сонда көбірек әртістер де билейді, не істейді. Былай деңгейіміз шетелдің деңгейінен қалмайды деп ойлаймын.
именно классический балет, современный балет ретінде енді мысалы Астана балетте современный қойылымдар көп, олар по-своему мықты. Гатоп ол вообще тарихи театр, онда да қаншама мықты әртістер жұмыс жасайды. 8 деп бағалаймын. А болашағы қандай деп ойлайсыз? Болашағын енді білмеймін, басқа қалаларда ашылып не істемесе. Кішкене біздің балет әртістері мықты, оқу орындарымыз тоже жақсы дамып келе жатыр, бірақ общий алғанда халықта, культурада әлі енген жоқ ше. Қалыптаспады, қалыптаспады. Көшеден бір сұраған адамнан балет не екенін білесің ба десең, примерно білем дейді, но андай жақсы көзқарас оларда жоқ ше. Ол вот жаңағы айтып отырғандай, мен хейтерларыма да байланысты. Неге сондай? Халқымыз біздің особо оған дайын емес. Бізде культура ма, тәрбие. Неге солай, сол қалай білесіз? Неге адамдар әлі балет десе ой деп бірден етеді? Мысалы баласын, әсіресе ұл баласы болса, мысалы балетке беретіндер өте аз. Бәрі сол жаңа өзіңіз айтқандай боксқа, дзюдоға, бір төбелес спорт түрлеріне бергісі келіп тұрады. Балетке берсе бір қыз мінезді болып қалады деп ойлаймын әлде. Сөйтіп ойлайды. Көбісі сөйтіп ойлайды ау деймін. Қалай айтсам болады. Ол біздің енді бұрыннан келе жатқан, мысалы, тәрбие ма, менталитет па, менталитетке аса кірмеді ше. Мысалы, анау болмайды, мынау болмайды. Балетте мысалы ашық киіну дегенде біздің менталитет тоже дінге байланысты қалыптасқан ғой. Дінде тоже особо бағалай бермейді ғой. Өлең, би, ашық-шашық киіну дегенде. Бізде балетте в основном сен эстетиканың, дененің эстетикасы көрініп тұру үшін сен кішкене сондай болып киінесің ше. Жаңағы біздің мысалы лосины дейді жабыстырып алып кию, оны вообще тем более жігіттер ұқпайды ше. Анау мынау не киіп алғансың, колготка киіп алғансың ба деп бақайға тұрасың ба, әлі күнге дейін сондай білмеймін, менталитеттен шығар деп ойлаймын. Не істеу керек осы адамдардың? Осы бұл бекзат өнер ғой, осыған көзқарасы оң түзу болатындай. Тіпті Астананың өзінде, мысалы қазір көшеде өтіп жатқан адамдардан сұрасаңыз, балетке барасыз ба десеңіз, бір 10 адамның ішінде 2-3 адам, бәлкім 4 адам иә деп айтуы мүмкін. Көбі балетке бара бермейді, оны түсіне бермейді тіпті. Мысалы, қараңыз, біздің общий халқымыздың жағдайына байланысты деп те ойлаймын ше. Бір жағынан мысалы халқымыз андай бай тұрмайды ғой. Бай мемлекеттерде олар адамдар именно искусство деген жаңағы бізде өнер ғой, өнерді бағалайды ше. Даже мысалы болмайтын бір картина сал, о керемет деп. Адамдар андай ақша жағын заморачиваться етпейді ше, больше дамыту, шабыт, развивать, что-то создавать дегенде бір нелер болады да өздерінің. Сондайға больше не істейді. Олар ойламайды ақша табу, нан көру, бүйтіп бала шағамды бүйтіп асырау дегенде жүгіріс, талпыныс сондай жоқ та. Ал біздің халықта мысалы көбінесе сондай деп ойлаймын да. Ал сен жаңағы сондықтан өнер деген нәрсеге ол ақша табу особо көзқарасы жоқ та, оны былай артқы орынға қояды деп. Әзіргі күнге дейін сондай оймен келе жатыр деп ойлаймын ше. Сондықтан өнерге қатты шабыттары, бағыттар, көздері ашылмаған деп ойлаймын. Білмеймін, неге әлі күнге дейін өспеді. Менталитетіміз ба, біздің халқымыздың общий былай алған кезде деңгейі, мысалы жаңағы даму деңгейі төменірек болғаннан кейін ба, мысалы Европада, Ресейде, Америка, басқа елдерде балет жақсы болып бағаланады да, керемет өнер болып саналады. Бізде де уақыт керек шығар. Уақыт керек деп ойлаймын бізге. Біз айтады ғой, біз Япониядан қаншама жылдарға кешігіп жатырмыз, олар қаншама жылдарға алдыға дамып кеткен дегендей. Сол сияқты бізге де қаншама уақыт керек, бір 10-20 жылдан кейін, мүмкін 100 жылдан кейін балет жақсы өнер болып, уже адамдардың әрбірі 10-нан 9-ы балет не екенін жақсы білетін болатындай.
жағдайға жетеміз ау деймін енді. Уақыт керек қазір. Уақыт еншісіндегі дүние дейсіз ғой. Иә, түсінікті. Ендігі Бекзат, біраз жақсы сөйлестік. Енді жоспар қандай? Жоспар алдағы уақытта енді балеттен негізінде пенсияға дейін кетіп қалу ойда бар ма негізінде? Әзірше жоқ. Өзіме ұнайды бұл физики тұрғы, өзім күнде тонуста денен билеу, не өнер көрсету әзірше ойымда жоқ. Осы әрине бір жақсы ұсыныстар болып, жаңағы бір өзім талпынып жүрген, мен әрқашан іздеудемін ше, жаңағы кәсіпкершілік, не анау қарайым тұрсам, сондай бір жақсы жағдайлар табатын болсам, мүмкіндіктер ашып жатсам, өзіме кетуіме болады. Андай бір тұрып қалдым, жоқ, мен балетпен өмір бойы мен балеттің адамы деп өзімді санамаймын ше, мысалы. И сондықтан уақыт көрсетеді оны. Қандай кәсіп болуы мүмкін ол болашақта сіз кетіп жатсаңыз? Кәсіп әзірше білмеймін даже. Қазір осы мен салып жүрген бойынша больше блогерствоға тоже қызыға бастадым. Мен шабытым ашылады. Не съемка, түсіру, көріну. Сізге жарасады? Иә. Ондай бірақ әлі камераға сөйлеп, не істеп үйренген жоқпын да, ана говорящий голова дейді ғой. И мен мамандығым тоже вот балет адамдарға необычный болып көрінеді де, тем более вот біздің адамдар білмегендіктен менталитет, мен оны тоже по-своему ашып жатырмын, адамдар біліп жатыр, что біз де қарапайым адамбыз олар сияқты, тек просто балетпен айналысамыз. Біздің осы мамандығымыз, біз осы өнердеміз, осыны дамытып жатырмыз. Біздің де осы сендердің жаңағы жұмыстарын осындай болса, біздің осы көріп жүрген жұмысымыз осындай дегенде. Сондай лайфстайл форматта өзім жүргіземін. Осы блогерство қазір ұнап жатыр. Әзірше осы бағытта жүрмін. Одан бөлек әрине қолыма келгенше жұмыстар неше түр жасауға тырысамын. Не келеді, соның бәрін жұмыстан қорықпайтын болдық қой қазір. Енді 2 бала болған соң сенде амал жоқ, сен по-любому басасың ше алда. Балетте сатқындық бар ма? Сатқындық білмеймін, жоқ, бізде театрда байқалмаған. Достық? Достық бар әрине, мен қаншама достарым бар. Достық ол әріптестік ретінде ме, жоқ әлде шынымен де өмірлік достық? Өмірлік достық, коллега. Бізде достық деген нәрсе андай кереметші. Мысалы мен 8 жыл бәріміз в основном жаңағы Алматыдағы Селезнев училищесінде 8 жыл оқыдық, интернатта тұрдық, бір-бірімізді мысалы кейбір коллегаларымды 15-20 жылдан танимын ше. Мысалы өз дос балаларыммен мен уже 23 жыл болдым осы салада, 1-ші класстан бері 8 жыл бірге бітірдік, и оған қоса 13 жыл тағы жұмыс жасап жатырмыз. Уже 20 жылдан асқан достығымыз бар, таныстығымыз бар. Қаншама менен 2-3 жыл курс жоғары оқыған. Көбінесе мысалы өзің келесің 1-ші классқа, 8 жыл жоғары оқыған әртістердің бәрін білесің. Одан кейін сенен кейінгі келген әртістерді тоже где-то 4-ші классқа дейін білесің. И училищені бітіргеннен кейін театрға орналасасың. Бізде Қазақстанда жаңағы 3 театрымыз бар, что алдыға басып келе жатқан Астана опера біздің театр, Астана балет, жаңағы Алматыдағы Катоп театр. И бәріміз бір-бірімізді жақсы танимыз десек болады. Сырт көзбен кем дегенде училищеден анау бәрін бәрі бір үлкен отбасы сияқты болып не істейміз ғой, қабылдаймыз. Сізде қатты ренжіскендер болды ма? Өкпелеткендер? Балетте жоқ болған жоқ, яғни Бекзат өнер Бекзат болып қалады дейсіз ғой өз шыңында. Онда сізге мен алғысымды білдіргім келеді. Бүгінгі біздің подкаст өте күшті болды. Еркін форматта біраз әңгіме айттық. Жалпы өзіңіздің көңіліңіз толды ма? Өтірік айтқан жоқсыз? Жоқ, вроде. Барлығы шынайы? Бәрін шын айттым. Монтажсыз жібереміз. Жақсы. Опыт болса ғой деймін да, өзім всегда осындайға келем, ойымды жеткізе алу, анау сол жағы қиын да. Бірақ мен сізді мақтағым келіп тұр. Сіз әдеттегі телеарнаға беретін сұхбаттардан бүгінгі сұхбат ерекшеленді.
сіз біраз ашылдыңыз, иә біраз көсілдіңіз, біраз сұраққа шынайы жауап бердіңіз, өміріңізде болып жатқан оқиғаларды бөлістіңіз. Иә. Қандай сіз тура сол бетіңізде сіз бүгін сұхбат бердіңіз? иә деген сіз ойда. өзіңіз маған айттыңыз более Иә, свободный иә. формат деген соң Өйткені иә жақсы мен деп түсінемін, кішкене сіздің телеарнаға берген сұхбаттарыңызды қарап шықтым. Әрине бір скованность дейміз ғой, бір Иә. тұйықталып, Иә, кішкене ол ашылып жақта сөйлей кішкене алмау басқа бар. бір Иә. қиындау. Бүгінгі мен сол үшін сізге басында ескерткенім де сол, ашылайық, көсілейік, барлық сұраққа жауап берейік деп. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Иә. Әрқашанда осылай өнеріңізбен бізді, көрерменді қуанта беріңіз. Ең бастысы балаларыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіз. Көп рахмет сізге. Әрқашанда осылай жақсы күндерде жолға берейік. Сізге рахмет. Жақсы. Құрметті көрермен, осымен біздің бүгінгі сұхбат тәмам. Міндетті түрде бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Бекзаттың сұхбаты сіздерге ұнады деген сенімдеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Болды. Қалай, жақсы ұнады ма? Иә, Күшті.